Ол өз кезегінде балаңызда тіпті энцефалиттің салдарынан түрлі неврологиялық мүгедектікке, неврологиялық жетіспеушілікке алып келуі мүмкін. Балалардағы герпесті инфекция бір қарағанда жеңіл-желпі қарапайым нәрсе секілді көрінеді. Статистика бойынша әлемде 70% адам осы герпес инфекциясын жұқтырған деп жатамыз. Ол қарапайым ұшық қой деп жатамыз. Оның ағзаға ешқандай зияны жоқ қой деп жатамыз. Бірақ шынында түбіне үңіле қарасақ, герпестік инфекцияның бала ағзасына, адам ағзасына келтіретін зардабы өте орасан. Бірінші кезекте бұл бізде баланың иммундық жүйесін төмендететін болады. Енді бүгін біз тақырыбымыз өздеріңіз түсініп отырғандай герпес инфекциясы төңірегінде болады. Осы инфекцияның қандай зияны бар, қандай емдеу жолдары бар, жалпы оның қандай түрлері бар, асқынған жағдайда қандай ауыр клиникалық көрініске алып келуі мүмкін. Осы тақырыптың барлығын бүгінгі осы видеода сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Олай болса кеттік, лайк басып, каналға тіркеліп, маған қолдау көрсетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да күшті видеолармен сіздермен бөлісеміз. Герпестік инфекция бізде антропонозды инфекция тобына жатады. Яғни ол герпес вирусымен, герпес вирусының бірінші, екінші типімен шақырылады. Көп жағдайда бұл бізде туа пайда болған және жүре пайда болған деп негізі екіге бөлеміз. Герпес инфекциясының негізгі зақымдайтын орны нақты мына орган деп айта алмаймыз. Ол жалпы адам ағзасында адамның миынан бастап, біз балалар туралы айтып жатырмыз, баланың миынан бастап ішек құрылысы, өкпе, жүрек барлық ағзаға өзіндік зиянын тигізуі мүмкін. Енді осы кезекте бірінші бізде зақымдалатын орын қай жер деген сұраққа жауап беретін болсақ, кез келген адамда герпес инфекциясы оянған сәтте, яғни иммунитеті төмендеп, герпес инфекциясының титрі жоғарылаған сәтте бірінші шырышты қабаттардың зақымдалуы пайда болады. Енді герпес инфекциясы жалпы бұл вирустың атауы, бірақ бұл асқыну ретінде, жалпы клиникалық көрінісі ретінде балалардағы стоматиттен тіпті ауыр энцефалит, менингиттерге дейін алып келуі мүмкін. Қалай? Өйткені ол қанның құрамында циркуляция болып айналып жүрген вирус шырышты қабатты зақымдағандай, дәл сол секілді мидың да шырышты қабатын зақымдап, мидағы структуралық өзгерістерге алып келуі мүмкін. Ол өз кезегінде балаңызда тіпті энцефалиттің салдарынан түрлі неврологиялық мүгедектікке, неврологиялық жетіспеушілікке алып келуі мүмкін. Енді герпес инфекциясын біз негізінен қалай анықтаймыз? Көп жағдайда, ол көп балалардың ағзасында бар. Яғни 10 баладан 7-еуінде біз герпес инфекцияны тауып жатамыз. Тіпті ол активный фаза болмағанның өзінде герпес инфекциясына антитела, яғни ағзадағы герпес вирусына қарсы күш образовация етіп қойған. Енді осы кезекте егер инфекция активный фазада болса, белсенді фазасында балада қарапайым бас ауыру, құсу, шырышты қабаттардағы түрлі пузырчатый, мына көпіршікті бөртпелерден бастап баладағы мозговой симптоматика, яғни орталық жүйке жүйесін зақымдағандағы бас, ми симптомдарымен қоса бала есін жоғалтып, тіпті кома жағдайына дейін алып келуі мүмкін. Енді бұл инфекциядан біз қалай қорғанамыз? Бірінші кезекте бұл инфекция көп жағдайда көпшілік орындарда, қоғамдық орындарда, мынау торговый домдарда көптеп жұқтырып алуға ықтималдылық бар. Сол себепті көпшілік орынға шығарған кезде міндетті түрде балаңызды оксалимайзин қолданыңыз. Балаңыздың жалпы сырттан үйге келген кезде, өзіңіз де сырттан үйге келген кезде мүмкіндігінше ауыз, мұрын, шырышты қабаттарын жақсылап жуып, шайып, тазалап үйдегілермен контактқа түсуге тырысыңыз. Және де егер герпес инфекциясы жеңіл түрде, мына шырышты қабатта, яғни ауыз қуысында, ауыз айналасында ұшық секілді көрініс беріп жатса, міндетті түрде ацикловир, герпеске қарсы препараттарды қолданып, оның титрін түсіруге ертерек ұмтылғаныңыз жөн. Себебі бұл ағзаға егер генерализованный формада жайылатын болса, түрлі айтқандай асқынуларға алып келуі мүмкін. Енді бұның негізгі жалпы клиникасын айттық. Жаңағы мелкопузырчатый высыпаниялар, бөртпелер, бас ауыру, құсу, денедегі түрлі также бөртпелер, баладағы әлсіздік, тәбетінің төмен болуы, ішінің өтуі, егер ішек жолы зақымдалатын болса, балаларда іш өту болуы мүмкін. Осы клиниканың барлығын көріп отырған кезде біз герпеске күмәнданып, герпес инфекциясына анализ тапсыратын боламыз. Енді қандай анализ? Сол туралы толығырақ айтайық. Біз герпестің бірінші, екінші типі ИФА методпен тапсырасыздар. Және де жалпы герпестің ПЦР әдісі арқылы
вирусты анықтауға болады. Егер ПЦР әдісінен активный шығып жатса, немесе ИФА әдісімен жаңағы простой герпес, қарапайым герпес инфекциясы бірінші, екінші типі иммуноглобулин М түрі положительный шығып жатса, ол кезде міндетті түрде сізге емделу қажет болады. Енді бұны негізі амбулаторлы жағдайда және стационарлы жағдайда деп бөлеміз, баладағы герпес инфекциясының ауырлығына байланысты. Енді мен өзімнің практикамнан сіздермен бөлісе кетейін. Осыдан бірнеше айлар бұрын бізге 3 жастағы бала толық денесінің барлық бөлігінде жара секілді бөртпелердің пайда болуымен және дене температурасымен 38-38,5 дене температурасымен келген болатын. Бастапқыда түрлі бөртпелерді дифференциалды диагностика жасап, түрлі бөртпелермен салыстырмалы түрде қарап, ең соңғы шешіміміз герпес инфекциясына болжам диагноз ретінде герпес инфекциясы деп қойдық. Лабораторлы ол нақтыланды. Бұл распущенный вариант, генерализованный форма, яғни баланың ағзасына толығымен жайылып кеткен түрі. Бұл стационарлық деңгейде емделуді талап ететін жағдай. Енді егер кейбір жағдайларда жаңа балада иммундық жүйенің төмендеуі, жиі аурушаңдық, құсу және де дене температурасының субфибрилді деңгейде көтерілуі, ауыз қуысында, шырышты қабатта, ауыз айналасында жаңағыдай бөртпелердің аздап пайда болуы, бұл амбулаторлы жағдайда да емдеуге көнетіндігі туралы ақпарат. Енді амбулаторлы жағдайда біз қалай емдейміз? Бірінші кезекте ацикловир таблеткасын, ацикловир майзын қолданамыз, метиленовый синий водный спиртовый растворын қолдансаңыздар болады. Және антигистаминный препараттарды қолдансаңыздар болады. Және міндетті түрде учаскелік дәрігердің бақылауында. Енді сіз балаңызда осы жоғарыда аталған белгілердің барлығын сіз көріп жүрсеңіз және осыған күмән туғызатын болса, міндетті түрде төменде комментарий жазсаңыз болады. Немесе біздің мына ақпарат бөлімінде әлеуметтік желілердің сілтемелері бар, солардың барлығына тіркеліп, сол жақтан да хабарлассаңыздар, біз сіздерге көмектесуге дайынбыз.